111 сабақты бастаймыз. Жазбаша түрде қалдықпен бөлу. Бүгінгі сабақта жазбаша түрде қалдықпен бөлу алгоритмін қолдануды үйренетін боласың. Бірінші тапсырмаға қара. Қалдықпен бөлуді орында. Барлық қалдықтардың көбейтіндісін тауып, Галилео Галилей не ойлап тапқанын тап. Галилео Галилей телескопты ойлап тапқан екен. Екінші тапсырмада қалдықпен бөлудің қалай орындалғанына қара. 467-ні 4-ке бөлемін. 4-тен қайрамын, 4-тің ішінде 4 бір ретті, 1-ді 4-ке көбейтсем 4 болады, азайтамын 0 қалады. 6-ны түсіремін, 6-ны 4-ке бөлеміз. 6-ның ішінде 4 бір рет бар, 1-ден беремін, 1-ді 4-ке көбейтіп, бөліндімен қалдық тексеріп көреміз. 4 болады. 2 қалдыққа қойды. Енді қасына 7 бірлікті түсіремін. 27-ні 4-ке бөлеміз. 27-ні ішінде 4, 6 рет бар. 6-дан беремін. 6-ны 4-ке көбейтіп тексеремін. 24 болады. 27-ден 24-ті азайтсақ 3 болады. Бұл қалдық. Төрт 4ке бөлген кезде 116 шықты, 3 қалдық қалды. 116-ны 4-ке көбейтіп тексеріп көремін. 116 көбейту 4. 4-ті бірліктерге көбейтемін. 4 көбейту 6, 24, 2-сі ойда. 4-ті 10-ға көбейтемін. 4 көбейту 1, 4, ойдағы 2-мен 6. 4-ті 100-ке көбейтемін. 4 көбейту 1, 4, өзім жазамын. 464 шықты. Бізде бөлінгіш 467, бірақ 464 шықты. Себебі бізде мына жақта 3 қалдық бар. 464-ке 3 қалдықты қосамыз. 7, 6, 4. 467 шықты. 281 бөлу 2. 2-ден қайрамын, 100-ді 2-ке бөлемін. 2-ні 2-ке бөлсе 1 болады, 1-ді 2-ке көбейтіп тексеремін. 2. 2-ден 2-ні азайтсам 0. Енді 10-дықты түсіремін. 8-ді 2-ке бөлсем 4, 4-ті 2-ке көбейтемін, 8. Азайтамын, 0 қалды. Енді бірлікті түсіремін. 1 2-ге бөлінбейді. 1-ді 2-ге бөлін үшін 0-ден беремін. 0-ді 2-ге көбейтсем 0 болады. Азайтамын, 1 қалды. 281-ді 2-ге бөлген кезде 141 қалдық қалды. Енді 140-ті 2-ге көбейтеміз. Тексеріп көреміз. 2-ге көбейтеміз. 2-ні 10-ға көбейтеміз, 4-ке көбейтеміз, 8 болады. 2-ні 1-ге көбейтсек 2. 0-дің өзін түсіреміз. 280 шықты. Бізде бөлінгіш 281, алайда 280 шықты. Себебі бізде 1 қалдық бар. 280-ге 1-ді қосамыз. 1 болады, 8 болады, 2. Міне, 281 шықты. Үшінші мысал. Қалдықпен бөлуді орында тексер деген. Бұл жерде қалдықпен бөлуді баған түрінде орындап, бөлуді көбейтумен тексересің. Көбейтіп болғаннан кейін қалдықты қосуды ұмытпа. 1 жыл ішінде расатханаға саяхатқа 369 оқушы келді. Бұл саяхатқа келген үлкендерге қарағанда 3 есе артық. 1 жыл ішінде расатханада барлығы қанша саяхатшы болды? Келген оқушылардың саны 369, бұл 3 есе артық деп тұр. Жанама түрде тұжырымдалған есеп, яғни үлкендер онда 3 есе кем болғаны. Есеп барлығы неше саяхатшы келгенін сұрайды ғой. Оқушылардың саны белгілі. Енді біз үлкендерді тауып алуымыз керек. Үлкендердің санын табу үшін 369-ды 3-ке бөлеміз. Енді сол табылған үлкендердің санына оқушылардың санын қосасын. Іске сәт. 4-ші есептің ә бөлігінде қысқаша жазбаны сұрақпен толықтырып, есепті шығар деген. Балалар 14 адамнан 3 топ екен. Ересектер 12 адамнан 2 топ екен.
есепке мынадай сұрақ қоюға болады. Барлығы неше адам? Барлығын табу үшін 14-ті 3-ке көбейтіп, 12-ні 2-ге көбейтіп қосамыз. Немесе нешеуі артық, немесе нешеуі кем деп сұрақ қоюға да болады. Бұл жағдайда 14 көбейту 3-тен 12 көбейту 2-ні азайтамыз. 5-ші тапсырмада теңдеулер берілген. Шешу жолын қарастырайық. Мына теңдеуде 70 пен 3-тің көбейтіндісін тауып алғаннан кейін жай теңдеуді шешуге болады. Ал мына теңдеуде алдымен жақшаның ішіндегі амалды орындап аламыз. А бөлу 40 тең 8 деген жай теңдеу шығады. Аның мәнін табу үшін 40-ты 8-ге көбейтеміз. Ал мына теңдеуде 45-ті 5-ке бөліп, ықшамдап алып шешуге болады. 6-шы есептің А бөлігін. Есепті шығар. Ауданы 36 см квадрат, ені 4 см болатын тік төртбұрыш сыз. Оның периметрін тап. Тік төртбұрышты сызу үшін алдымен ұзындығын анықтайық. Ол үшін ауданын еніне бөлеміз. Табылған ұзындығын еніне қосып, 2-ге көбейтсек периметр шығады. 6-шы есептің Ә бөлігінде ауданы дәл осындай шаршы сыз, оның периметрін тап деген. Олай болса, біздің сызатын шаршымыздың ауданы 36 квадрат сантиметр. Шаршының барлық қабырғалары бірдей. 36 саны қайдан шықты? Аны Аға көбейткеннен шықты. Демек, бірдей сандардың көбейтіндісі 36-ға тең. Ондай сан 6. Демек, шаршының қабырғасы 6 сантиметр. Енді оның периметрін табу үшін 6-ны 4-ке көбейтеміз. Ең соңғы зерттеу айдарындағы тапсырма. Мұнда 2 қатарға сандар жазылған. Әр қатардағы сандардың жазылуына мән беріп қарап, заңдылықты анықта. Тағы 3 сан жазып, қатарды жалғастыр. Бүгінгі сабақтың барлық тапсырмалары көрсетілді. Іске сәт балалар.